Келесі бізде, яғни гидравлический разделитель бойынша тоже сұрақтар келеді. Ол бойынша түсіндіре кетейін. Яғни гидравлический разделитель, гидрострелка деген атауы бар өзінің. Бұл өзінің міне подача, обратка, выходтары барлығы өзінде осы тұрады. Манометр, кран, міндетті түрде насосный группа. Енді не үшін бұл гидрострелка қажет? Яғни көп жағдайда машинамен салыстырайын, егер машинада мысалға движогында 4 цилиндрден болса, 4-еуінің біреуі жұмыс жасамаса, міндетті түрде бір нарекание болады. Дәл сол секілді отоплениеда егер каждый контурда өзінің насосный группасы болмаса, ол міндетті түрде я системаны отырғызады, я болмаса котелді істен шығарады. Сондықтан да дұрыс монтаж кезінде міндетті түрде міне подачаларға өзінің насосный группасы және де міндетті түрде шатастырып алмау выходтарды және де өзінің крандары аварийный жағдайларда бір насосты ауыстыру керек болатын болса, немесе тағы да басқа детальдарды ауыстыру керек болатын болса, кранды жауып ары қарай ауыстыра бересіздер. Яғни қалай болғанда да өзіңізге де және де үй иесіне де қолайлы жағдай туғызу керек. Ал гидрострелка бойынша ақпарат осы.